Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен балмұздақ туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Балмұздақ тоңазытылып жасалған тағам. Балмұздақты сүт, қаймақ, қант, сары май, жеміс-жидек, сондай-ақ дәмді, хош иісті тағамдық заттар қоспаларынан жасайды. Құрғақ қоспаға карамель сірнесі, қышқылдар, жұмыртқа ұнтағы, бал, хош иісті шәрбат, шырындар және агар, альгинат, желатин, крахмал, пектин сияқты тұрақтандырғыштарды қосады. Балмұздақ жұғымды және адам организміне жеңіл, шөл басатын сіңімді тағам. Сүттен дайындалған балмұздақта А, В, Д, Е, ал жеміс-жидектен жасалған балмұздақта С витаминдері мол. Балмұздақ тәтті тамақ және дені сау адамдардың көп үшін өте жұғымды тамақ. Кейде ол диеталық тамақ орнына да жүреді. Балмұздақ жылдың кез келген маусымында жеуге болатын дәмді десерттердің бірі. Бұрында балмұздақ бай адамдардың тағамы болған. Ал қазіргі таңда ол әрбір адам үшін қолжетімді. Ең қымбат балмұздақ алтын деп аталады. Ол ақш-та сатылады және оның бағасы $1000. Балмұздақты мыңдаған жылдар бұрын ежелгі Қытайда жасады. Еуропаға оны алғаш болып сол елде саяхатта болған Марко Поло әкелді. Оның негізгі тұтынушылары балалар және 45 жастан асқан адамдар. Дәрігерлер тамақ ауруларын алдын алу мақсатында осы тағамды жеуге кеңес береді. Жыл сайын әлемде 15 миллиард литрі тұтынылады. Басты өндіруші және тұтынушы Америка Құрама Штаты. Орташа есеппен алғанда, әрбір американдық жылына 20 килограмм жейді. Ғалымдар ол адамның көңіл күйін көтере алатынын дәлелдеді. Сонымен қатар, оны жейтін әйелдердің бала көтеру мүмкіндігі жоғары болады деген мәлімдеме жасады. Ең үлкен балмұздақ Канада елінде жасалды. Оның салмағы 10 тоннаны құрады. Эскимо деп аталатын түрін алғаш болып Кристиан Нельсон есімді кондитер жасап шығарды. Жазғы уақытта 1 минутта 20 балмұздақ сатылады. Әсіресе жексенбі күні сауда жақсы жүреді. 2007 жылы американдық азаматтар балмұздақтарға $12 миллиард ақша жұмсаған. Бұл тағамды француз императоры Наполеон Бонапарт және ақш президенті Томас Джефферсон қатты ұнатқан. Құрамындағы қант оның еруін баяулатады. Жер бетінде ең көп таралған түрі ванильді балмұздақтар. Португалияда үй жануарларына арнап қантсыз балмұздақтар өндірілді. Мексикада ең танымал десерт қуырылған балмұздақтар. Ресейде балмұздақтан тұратын ақшақар жасалған. Оның биіктігі 2 метр, ал салмағы 300 килограмм болатын. Балалық шақта балмұздаққа әуестенбеген адам жоқ шығар. Бәрімізде балмұздақты күннің аптап ыстығы тұрмақ, ауа райының салқын мезгілдерінде тұтынуды күнделікті дағдымызға айналдырғанымыз белгілі. Балмұздақ кез келген жастағы адамның сүйікті асы. Одан бас тарту мүмкін емес. Тіпті жыл бойы балмұздақ жейтін адамдар бар. Оның бірі шоколадты, енді бірі сүтті, кейінгісі жемісті түрлерін таңдайды. Қай-қайсысы болса да, адам ағзасы үшін пайдалы және зиян екенінде ескеріңіз. Ендеше, балмұздақты кімге жеуге болмайтынын бірге білейік. Балмұздақтың құрамында не бар? Өздеріңіз білетіндей, балмұздақ сүттен немесе кілегейден жасалады. Оған қант, су және қоюлатқыш құйылады. Бәрін бір ыдысқа салып, жақсылап араластырасыз. Сосын мұздатқышқа салады. Тәбетіңізге қарай шоколад, карамель, жеміс-жидек, жаңғақ қосуға болады. Балмұздақ түрлі дәрумендер мен минералды заттарға бай. Бірақ оны кез келген адамға жеуге болмайды. Оның тәттілігі соншалықты тойғаныңды білмейсің. Сондықтан да тойып жеуге асықпай, денсаулығыңызды да ойлауды ұмытпаңыз. Ендеше, мына адамдарға балмұздақ жеуге болмайтынын ескертеміз. Семіздікке бейім жандарға
гастритпен ауыратындарға, қант диабетімен ауыратындарға, холестерин деңгейі жоғарыларға балмұздақ жеуге болмайды. Балмұздақпен бірге ыстық сусын ішуге болмайды. Ондай жағдайда тіс эмалін құртып алатыныңызды ұмытпаңыз. Көптеген ата-ана балаларына аптасына 2-3 балмұздақтан артық жеуге рұқсат бермейді. Ол тамақ және жоғары тыныс мүшелеріне ангинаға зиянын тигізеді дейді. Тіпті дәрігерлердің өзі балмұздақтың пайдасы мен зияны туралы сұраққа сан қилы жауап береді. Біріншіден, балмұздақ құрамы жөнінен бір-бірінен ерекшеленеді. Бір балмұздақты даярлауда таза кілегей қосылса, енді біріне құрғақ сүт пайдаланылады. Жидекті не жемісті балмұздақтарға табиғи балшырын сироп қосса, кейбіріне лимон қышқылы бар хош иістендіргіш араластырылады. Тіпті қарапайым стакандағы балмұздақтардың өзі бір-бірінен ажыратылады. Ең дәмді пломбир балмұздағының калориясы да көп. Себебі майлылығы 12-13%-дан 15-20%-ға дейінгілердің құрамына көп жұмыртқа қосылады. Арықтағысы келетін не салауатты өмір салтын ұстанатындар бұл балмұздаққа жоламай-ақ қойғаны дұрыс. Диета ұстайтындар майлылығы 6-10% болатын классикалық кілегейлі балмұздақ таңдағаны жөн. Балмұздаққа қатысты ең дұрыс шешімі ағзаға зиян келтірмеу үшін күн сайын жемеу керек. Құрамындағы сүтте бар пайдалы минералдарды ағзаға сіңіру үшін аптасына 2-3 рет жеудің өзі жеткілікті. Сіздер үшін дайындаған балмұздақ туралы ақпаратым осымен тәмам. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.